Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Биыл 25 қазан күні бүкіл Қазақстан мемлекеті қайта жаңғырған республика күнін атап өтіп, мерекелеуді жоспарлап отыр. Алайда Назарбаев жойған, Тоқаев қалпына келтірген осы мейрамның мән мағынасын ел біле ме екен? Өкінішке орай мен сұраған азаматтардың бірде-біреуі де осы республика күнінің тарихын айта алмады. Ал шын мәнінде республика күні тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ең керемет, ең маңызды, ең танымал мереке болуы керек. Себебі тура осы күні 1990 жылдың 25 қазанында Қазақ Советтік Социалистік Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданып, 300 жыл бойы Ресей империясының, 70 жыл Кеңес одағының боданы болған қазақ елі өзін егеменді мемлекет, Кеңес одағына ерікті түрде кіріп, керек кезінде одақтан еркін шығу құқығы бар республика ретінде жариялады. Шын мәнінде мұндай декларацияны сол 1990 жылдың өзінде қабылдау ерлік болды. Өйткені қылышынан қаны тамған Кеңес одағы әлі де бар еді. Оның басшысы Михаил Горбачев осы одақты сақтап қалу үшін қан төгіске дейін баратындығын Алматы, Тбилиси, Прибалтикада көрсеткен болатын. Және де сол кездегі кеңестік Қазақстанның коммунистік партиясын басқарып отырған адамдар да өздері осы декларацияға қарсы болғанын ескеру керек. Бірақ ешкімнен қорықпай, коммунистік партиядан сескенбей, батыл қазақ елі өзін дербес, тәуелсіз мемлекет деп жариялап жіберді. Яғни 1990 жылғы егемендік декларациясы Қазақ Республикасы азаттығының бастауы болды. Ең кереметі осы декларация қазақи сипатқа толып тұрды. Біріншіден, мұнда Қазақ Республикасы деген ұғым кеңінен пайдаланылды. Екіншіден, қазақ ұлты және қазақ жерінде тұрып жатқан өзге ұлттар деген термин қолданды. Үшіншіден, осы құжатта шетелде тұратын қазақтарды түгелдей мемлекет өз қамқорлығына алатыны баяндалды. Төртіншіден, декларация бойынша мемлекеттің мойнына қазақ тілі мен қазақ мәдениетін дамыту міндеттелді. Міне, егемендік декларациясы осындай керемет құжат болып, қазақ елі, қазақ тілі, қазақ ұлты деген терминдар бұл документте қорықпай ашық жарияланды. Бірақ бұны бүгінгі билік айтпайды. Және де тек осыны ғана жасырмай, сонымен қатар осындай нақты қазақи заңға қол қойып, мәңгі қазақ тарихына кірген адамның есімі де жарияланбайды. Алайда қазақ елі осы құжатқа қол қойып, батылдық танытқан тұлғаның есімін білу керек деп есептеймін. Және де осы республика күні тек жалпы декларация ғана дәріптелмей, осы декларацияның қабылдануына тікелей басшылық етіп, қол қойған адамның есімі де насихатталу керек. Ендеше, менің бүгінгі бейнеролигім егемендік декларациясына қол қоюдан бас тартпай, керісінше осы құжатты барынша қазақиландыруға тырысқан Ерік Асанбаев туралы болмақ. Ерік Асанбаев 1936 жылы қазіргі Қостанай облысында дүниеге келді. Жалпы Ерік ағамыздың бала кезі өте қиын болды. Себебі әкесі Мағзұм Асанбайұлы қазақ даласындағы жоғарғы білімге қол жеткізген сирек қазақтың бірі еді. Және де Тұрар Рысқұловтың жақын досы болған. Және де Түрксіб басқармасы мектеп бөлімінің бастығы болған. 1937 жылы Мағзұм Асанбайұлы халық жауы деген айыппен ұсталып, 1938 жылы жазықсыз атылды. Әкесі қаза тапқанда бар болғаны 2 жаста болған Ерік қайсар анасы Шакураның тәрбиесінде өсті. Қаншама қиыншылық көрсе де, Шакура өзінің ұлын ел қатарынан кем қылмай, қолынан келгенше қамқоршылық танытып, әкесінің жоқтығын білдірмеуге тырысты. 1953 жыл мектепті аяқтағаннан кейін Ерік сол кезде Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеттің экономика факультетіне оқуға түсіп, оны 1958 жылы үздік тамамдады. Өзінің еңбек жолын Ерік Асанбаев сол 1958 жылы Қатардағы экономист ретінде бастайды. Алайда 1959 жылы Ерік Асанбаев өзі кеше ғана бітірген Қазақ мемлекеттік университетіне оқытушы болып шақырылады. 1960 жылы білімге құштарлығын баса алмаған Ерік Мәскеу қаржы институтының аспирантурасына түсіп, 1964 жылы «Организация и использование оборотных средств в черной металлургии» деген тақырыпта диссертация қорғап, экономика ғылымдарының кандидаты атағын иеленеді.
Кейін 1978 жылы Асанбаев экономика ғылымдарының докторы да болды. Аспирантураны бітіргеннен кейін Ерік Асанбаевқа Мәскеуде қалып ғылыми жұмыспен әрі қарай айналысу жөнінде ұсыныс түседі. Алайда туған еліне қызмет етуді паш еткен жас ғалым бұл ұсыныстан бас тартып елге қайтады. 1965 жылы Қазақ СССР-ның мемлекеттік жоспарлау комиссиясына қабылданған Асанбаев алғашында қаржы бөлімінде қызмет жасап, кейін мемлекет жоспарлау комитетінің ғылыми зерттеу институтына ауыстырылады. Аз уақыттың ішінде Ерік Асанбаев өзінің білімі мен еңбекқорлығының арқасында үлкен жауапты қызметтерге қол жеткізеді. Мысалы, 1973-1975 жылдары Қазақ СССР-ның қаржы министрінің орынбасары болып, 1979 жылы партия органдарына ауыстырылады. 1979-1988 жылдары Асанбаев кезек-кезекпен Қазақ коммунистік партиясы орталық комитетінің сауда, жоспарлау, ғылым бөлімдерін басқарады. 1988 жылы күллі қазақ еліне өзінің керемет білімділігімен танымал болған Ерік Асанбаев Қазақ СССР министрлер кеңесі төрағасының орынбасары болып тағайындалады. Міне, тура осы сәттен бастап Асанбаев пен оның тікелей басшысы болған Назарбаевтың байланысы басталды. Әрине, ол кезде Назарбаев бүгінгідей емес, партия мен елде беделі бар Ерік Асанбаевтың көңілін табуға тырысты. Және де болашақта Қазақстан басшылығына үміткер екенін ашық көрсетіп жүрген Назарбаев, Әуелбеков, Асқаров, Есенәлиев, Камалиденов, Бейсебаевтармен тіке тіресінде осы Асанбаевтың қолдауына ие болуды көздеді. Және де Қазақстанның белгілі саясаттанушысы Сейдахмет Құттықадамның сөзі бойынша, Назарбаевтың 1989 жыл ел басшылығына келуіне септігін тигізген солтүстік қазақтарының екі көшбасшысының біреуі Балташ Тұрсынбаев болса, екіншісі дәл осы Ерік Асанбаев болды. 1989 жылы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы болып сайланғанда, ол әрине өзіне қолдау көрсеткен Асанбаевты ұмытпады. Ерік Асанбаев Қазақстан Компартиясының хатшысы және Қазақстан Компартиясының политбюро мүшесі болып сайланды. Яғни, енді Асанбаев тікелей кеңестік Қазақстанды басқарып отырған топтың толыққанды мүшесі болды деуге болады. Сонымен қатар, осы жерде айта кететін тағы бір жай, тура осы Асанбаев бастаған демократиялық топтың ықпалынан сескенген Назарбаев та ең басында демократиялық өзгерістерді қолдауға мәжбүр болды. Нәтижесінде 1990 жылдың наурыз айында кеңестік Қазақстанның тарихындағы тұңғыш және өкінішке орай жалғыз демократиялық сайлау өтті. Сол кездегі Қазақ СССР-ның жоғарғы кеңесі деп аталған парламенттегі 360 орынға 2000-нан астам үміткер таласып, жалпы бір депутаттық орынға 6 адам таласты. Ең ғажайбы, осы сайлауға алғаш рет коммунистік партия өкілдерімен бірге жүздеген қоғамдық бірлестіктердің өкілдері де қатысты. Кейін сайлау аяқталғаннан кейін 1990 жылдың сәуір айында осы жаңа демократиялық жоғарғы кеңестің төрағасы болып, көпшіліктің даусын жинаған Ерік Асанбаев сайланды. Ерік ағаның осы кездегі беделінің дәлелі, біріншіден оны осы лауазымға қазақтың атақты жазушысы Әнуар Әлімжанов ұсынды. Екіншіден Асанбаев төрағалық таласта беделі өзінен кем түспейтін Заманбек Нұрқаділов пен Сұлтан Сартаевты жеңіп шықты. Және де тура осы жоғарғы кеңестің төрағасы болып тұрған кезде Ерік Асанбаев Қазақ Советтік Социалистік Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы декларациясына қол қойды. Осыдан кейінгі өмірлік тарихында Ерік Асанбаев тағы да бір рет Нұрсұлтан Назарбаевқа көмектесіп, 1990 жылдың қазан айында өткен сайлауда Қазақ СССР-ның президенті болып жеңуіне ықпал етті. Нақты айтатын болсақ, сол кездегі заң бойынша сайлауға жұп болып түсетін. Бір үміткер президенттікке ұмтылса, екіншісі вице-президент атағына үміткер болатын. Және де сайлауда негізінен осы жұпқа дауыс берілетін. Міне осыны жақсы ескерген Назарбаев сайлауда нақты жеңу үшін Ерік Асанбаевпен келісім жүргізіп, президент болған жағдайда міндетті түрде демократиялық реформаны жалғастыратынын айтып, өз жағына тартты. Нәтижесінде 1990 жылдың қазан айында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақ СССР-ның президенті болып, ал Ерік Асанбаев Қазақ СССР-ның вице-президенті болып сайланды. Осы жерде тағы да бір айта кететін жай, Ерік Асанбаев Қазақ елінің кеңес одағынан бөлініп,
тәуелсіздік мемлекетке айналуын белсенді ұйымдастырған тұлғалардың бірі. Және де Ерік аға, егер жаңа одақ пайда болған жағдайда, қазақ елі міндетті түрде өз жеріне, табиғи байлықтарына ие болып, Мәскеудің билігіне жалтақтамайтын мемлекетке айналуын талап етті. 1991 жылдың желтоқсан айында қазақ елі тәуелсіздікке қол жеткізіп, Қазақстан Республикасы пайда болғанда, Назарбаев Ерік ағамызды тағы да бір рет пайдаланып кетеді. Негізі Қазақ СССР-ның орнына жаңа Қазақстан Республикасы пайда болғандықтан, президенттік сайлау қайта өткізілу керек еді. Және де жоғарғы кеңестің бір қатар депутаттары мұндай талапта қойды. Алайда Назарбаев бұндай сайлаудан сескенді. Сондықтан да Назарбаев жоғарғы кеңеспен келісуге Ерік Асанбаевты жіберіп, 1991 жылы Қазақ СССР-ның президенті болып сайланған Назарбаев енді тәуелсіз Қазақстанның президенті сайлаусыз бола салсын деген қағиданы қабылдатты. Бұл келісімге сай, Асанбаевтың өзі де Қазақстан Республикасының вице-президентіне айналды. Және де бірақ бұл жерде Назарбаевқа қойылған негізгі талап демократиялық реформаларды жалғастыру болды. Міне осылай саясатқа қарағанда ғылымға жақын болған Ерік Асанбаев Назарбаевқа бірнеше рет алданып, Назарбаевтың билігінің 30 жылға созылуына қол тигізді десек болады. Әрине Асанбаев қазақтың бір қатар азаматы секілді Назарбаевқа алғашында сенді. Және де Назарбаев басында Асанбаевқа өзін реформатор ретінде көрсетуге тырысты. Мысалы 1992 жылы Назарбаев тура осы Ерік ағамызға тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен даму стратегиясын жасақтауды ұсынып, 1993 жылы Қазақстанның валютасы теңгені енгізу жұмыс тобын басқартты. Бірақ 1996 жылы жағдай күрт өзгереді. Өзіне қарсы шыққан жоғарғы кеңесті таратып, толығымен уысынан шықпайтын парламентті жасақтаған Назарбаев 1995 жылы референдум жасап, өзінің президенттік өкілеттігін 2000 жылға дейін созып алады. Міне осыдан кейін Назарбаев өзіндік пікірі бар Асанбаевтан құтылуды жоспарлайды. 1995 жылғы Конституциядан вице-президент деген лауазымды құртқан Назарбаев 1996 жылы Асанбаевты Германияға елші етіп жібереді. Кейін бұл жағдайда әйгілі Серікболсын Әбділдин былай деп суреттейді. Ерік Асанбаев Назарбаевқа өз билігін нығайтып алғанша ғана қажет болды. Кейін оның вице-президент ретінде билік жүргізгенінен қауіптенді. Себебі Назарбаевқа қолынан іс келетін адамдардың керегі жоқ болды. Ал вице-президент Асанбаев олай болмасын, былай болсын деп өз пікірін ашық айтып отырған адам еді. Ал құлағына маза бермейтін ондай адамды Назарбаев әрине жақтырмады. Өз бетімен жұмыс берсе де, ол да қауіп, сол себепті шетелге жіберді. Және де Ерік Асанбаевтың Назарбаевқа деген көзқарасын айқын көрсететін тағы бір ситуацияны келтіргім келіп отыр. Асанбаевтың орыс журналистерінің біріне берген сұхбатында ол былай деп айтқан еді. Однажды встретились в неформальной обстановке я, Назарбаев и Терещенко. Во время этой встречи Терещенко без конца повторял: «Я служу одному человеку, я служу одному человеку». В итоге я не выдержал и сказал: «Ну что вы повторяете одно и то же? Служите и служите себе на здоровье, а вот я одному человеку служить не могу». Әрине Назарбаев мұндайды ұмытпады. Сондықтан да сол 2000 жылы Ерік ағамызды зейнетке жібереді. Ал 2004 жылдың 23 тамызында Қазақстанның тұңғыш және жалғыз вице-президенті, қазақ елін алғаш рет дербес мемлекет ретінде баян еткен егемендік декларациясына қол қойған Ерік Асанбаев 68 жасында өмірден озды. Міне осылай қазақ елі қолы да жүрегі де таза адам деп атанып кеткен ақсақалынан айырылды. Әрине, осы жерде кейбір көрермен, егер Ерік Асанбаев нағыз демократияны қаласа, онда неге Назарбаевқа қарсы шығып, сол кездегі оппозицияға қосылмады деп сұрауы мүмкін. Мен бұл сұраққа Ерік ағамыздың өз сөзімен жауап берейін. Бір сұхбатында Ерік Асанбаев былай деген екен: «Нет никакого смысла пополнять ряды оппозиции, которая не может преодолеть свои личные политические амбиции». Ал енді менің бейнеролигімді Төлеген Жүкеевтің сөздерімен аяқтағанды жөн көріп отырмын. Төлеген Жүкеев Ерік Асанбаев туралы былай деген екен: «Ерік Асанбаев қазақ тарихындағы ерекше тұлға.
Егер ол Америкада өмір сүргенде, Колумбия немесе Чикаго университеттерінің профессоры болып, міндетті түрде Нобель сыйлығының иегері атанар еді. Ал біздің елімізде Ерік Асанбаев ақыры ұмыт болып, тіпті өзі қол қойып енгізген республика күнінде де оның есімі аталмауы әрине өкінішті. Бірақ біз қазақ елі Ерік Асанбаев сияқты ақсақалымызды ұмытпауымыз керек. Өйткені Ерік ағамыздың барлық арманы тек осы қазақ елінің жарқын болашағы болған. Судың желбірегені, қазақтың асқақ беделі, махаббат қайрат екеулеп шымырлатқан денені. Көк тудың желбірегені,